Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі видеода Корея елінде өте қатты танымал және кіріс сериалдарынан көріп жүргендей көрімдіктерді дайындайтын боламыз. Жасалу өте оңай әрі тез. Менімен бірге жасаңыздар. Біздерге қажетті ірімшік, сосискалар және ағаш таяқшалар қажет болады. Ең алдымен сосискаларымыздың ортасынан бөлеміз және ірімшіктерімізді тік төртбұрышты етіп кесіп аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей, ең алдымен ағаш таяқшамызға сосискаларымызды және ірімшіктерімізді кіргіземіз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз. Келесі ситадан өткізілген ұнымызға жұмыртқа және сүтімізді қосып, барлығын жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дәл осылай қоп-қою болып шығуы қажет. Енді осы қамырымызды биіктеу отызға құямыз. Міне бізде барлығы дайын, енді жасалу жолын көрсетемін. Алдымен тестамызға сосискаларымызды салып, дәл осылай айналдырып аламыз. Одан кейін панировочный сухаримізге аунатамыз. Бізге панировочный сухари ол міндетті, себебі бұл біздің көрімдіктарымызды қытырлатып, әрі ерекше дәм беріп тұрады. Сондықтан панировочный сухари міндетті болып есептеледі. Майдың қатты қызып тұру ол міндетті, алдын ала қыздырып қоямыз. Екі жағын осылай қызарғанша қуырып аламыз. Міне достар, біздің көрімдіктеріміз дайын, көріп тұрғандарыңыздай қытырлап, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл тағамды балаларыңызға жасап беріңіздер, олар бұл тағамды міндетті түрде сүйіп жейді. Неше түрлі соустарды қолдансаңыздар болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңызда ішіндегі сыр, яғни ірімшігі еріп, дәл осылай созылатын болады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып және астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Аружан. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.